Tajvidni tallaymiz. Mad badal. Mad badaldan burun qulni aytamiz, ya. Qulda ne ko'rib turmiz? Lam sukunni lam erejasi bo'yicha. Sifatni emas, qizlar. Sifatni aytamiz. Tajvid bo'yicha tallaymiz. Sukunni lamda бұл етістік есімдіктегі әмір ол жерде исхарет оқымай идғам етіп оқимыз ба? Ләм. Етістікте келетін ләм бұл жерде және исхар, үкімі исхар болады. Етістікте келетін ләм үкімі исхар болады. Дұрыс. Қандай жағдайда идғам болады? Сукунды ләм. Идғам болады. Сукунды ләмнен кейін шәмсия әріптері 14 әріп келген жағдайда идғам үкімі. Жоқ. Ол кезде хуруф ләм тариф болып кетеді, иә? Мына жердегі бізде Ләм және ро әрпі келгенде, иә? дұрыс. Ләм мен әріп келген кезде етістіктегі идғамның Үкімі идғам болады. мына жерде бұл етістік болған үшін не болады? Исхар үкімінде. Иә? Исхар. Ашық оқимыз. Кул. Ары қарай. Мәд бәдәл. Мәд бәдәл. Асли бәдәл, иә, осы жер. Мәд бәдәлдің қайсы? Шибих бәдәл ма, асли бәдәл ма? Асли бәдәл. Бәдәл, шибих бәдәл болу үшін хамза созылады. Шибих бәдәлде хамза созылады. Бірақ мәт әрпі табиғи мәттің әріптері болады. Я, вау, үш әріптен тұрады. Хамзадан айналып келмеген. Асли бәдәлде қалай болады? Асли бәдәлде екі хамза қатар келеді. Ары қарай, хия, илайя, әнна, хуста, әнна, харфуна, мүшәдді, харфуна, екі нұн қатар келу, иә? Бұл, Бұдан бері созылмайды. уасыл. Жалғастырып өтеміз. Енді біз әріптердің сипатын сипаттаған кезде харакетті тұрған түрінде сипаттамаймыз, иә? Сукунды тұрған түрінде ол сипаты анық болады. Енді синді сипаттаймыз. Синде қандай сипаттар бар? Син әрпі бізде хамс болады. Рихуат. Истифәл болады. Инфитах болады. Және исмат болады. Дұрыс. Қарама-қарсылығынан қандай сипаты бар? Қарама-қарсылығы жоқ сипат сафир сипаты. Сафир болады. Машалла. Жалғастырамыз. Так, мына жерде роның үкімі тафхим. Идғам мағал ғунна. Идғам мағал ғунна. Жақсы. Идғамнан ары қарай терең тәжвидке талдаймыз. Идғамның қай түрі? Камил идғам, нақс идғам. Бұл жерде нақс идғам болады, толық жоғалмайды. Нақс идғам бола ма? Жоқ, камил ғой. Нақс идғамда қанша әріп бар? Бұл жерде, ұстаз, бұл жерде камил идғам болады. Яғни жоғалып, тікелей осы әріп оқылады. Ол қалған екі әріпте. Жақсы. Біріншісі қандай болады? Мұдғам фих па, мұдғам бола ма? Бірінші сукун. Біріншісі мұдғам болады. Екіншісі мим әрпі, идғам жасалып жатқан әріп, ол мұдғам фих болады. Фих болады. Мына жердегі тәнвин түрі, иә? Тәнвин түрі не дейміз? Тәтәбуғыл харакетейн, иә? Тәтәбуғыл. Иә, осы жерде ма? Тәтәбуғыл. Иә. Мына жерде енді 10 түрі болып тұр. Ән астында үстінде екі сызықтан болса, тәтәбуғыл харакетейн, яғни ілгерінді кейінді келген харакет. Иә? Мынандай. 10 түрінде енді көзге көрініп қалмайды. Идғам жасалатын әріпке шәтті қойыла ма, қойылмай ма? Идғам неге? Мұдғам фиха шәтті қойылады. 4 әріпкен. Камил идғам болған үшін шәтті қойылады. Нақс идғам болса шәтті қойыла ма, қойылмай ма? Ол жерде уау және я әріптер, иә? Шәтті қойылмайды. Дұрыс. Ары қарай. Минәл. Бұл жерде қамария бар. Сукунды ләмнің жаңадай әріп ішіндегі, иә, сукунды ләм. Исхар үкімі исхар болады. Исхар, қамария, хуруф ләм деп айтасыз, иә? Хуруф ләм, исхар үкімі. Қамария, исхар, үкімі исхар. Бұл жерде Харфунна мүшәдді кетті, ары қарай. Мәт бар, табиғи мәт. Енді мәт мұнфасыл. Мәт мұнфасыл. Үкімі? Үкімі жәйіз. Иә, бір аяттың ішінде мұттасыл кездессе?
бір аяттың ішіне мұттасылды нешеге созамыз? Мұнфасылды да сол деңгейде. 4-ке созсақ 4-ке, 5-ке созсақ 5-ке. Дұрыс. Бір аяттың ішінде мұттасылда, мұнфасылда қатар келсе де, мұнфасылдың үкімі жайыз болса да, мұттасылдың үкімін аламыз, иә? Иә. Жақсы, ары қарай, Сәмияна. Бұл жерде мәт бар. Мгм. Табиғи мәт, тафхим, мәт бәдәл, иә, осы жерде. Осы жерде мәт бәдәл. Асли бәдәл. Айнды сипаттаймыз, сукунмен келген. Айн әрпі бізде жахыр болады. Мгм. Байния, истифал, инфитах, Дұрыс. исмат болды. Машалла. Қарама-қарсылық жоқ сипаты бар ма? Жоқ, айн әрпінде. Жоқ. Машалла. Ары қарай. Тафхим, ро әрпін сипаттаймыз, иә? Ұраның қанша Ро сипаты әрпі бар? жахыр, байния, Екеу. инфитах, Мгм. истифал, Дұрыс. бұл излак болады. Мгм. Такрир, Такбир. инхираф. Мгм. Ең көп осы 7 сипат ро әрпінде. Жақсы. Қарама-қарсылық жоқ сипаттардан нешеуі бар ұрада? Екеуі бар. Қайсы? Ол жаңағы инхитаф және де такрир. Инхираф. Инхираф, иә, ол жерде 2 әріп. Инхираф такрир бар, иә? Такрир дегеніміз не? Ұраны қалай оқуымыз керек болады такрирде? Такрир дегеніміз не емес пе? Тіл ұшының сәл ғана діріл, тіл ұшында болатын сәл діріл. Тіл ұшының сәл дірілі ғана, иә? Жең ғана діріл. Қатты діріл болса, бір қанша ұра шығып кетеді, иә? Такрир. Ол қате болып саналады. Жақсы. Ары қарай. Мәт бәдәлді айттық, одан кейін исхар. Мына жерде Болды, соңында мәт ғиуат. мәт ғибат болады. Енді мәт ғибат туралы кішкене ақпарат беріңіз. Мәттің қай түріне жатады мәт ғибат? Асли мәт пе, фарғи мәтке жатады ма? Асли мәтке жатады. Асли мәт Асли мәтке 3-ке жатады. бөлінеді. Фарғи мәтте неше мәт бар? Фарғи мәтте 4-еу ма? Жоқ. Фарғи мәтте 7-еу бар.